Түлкібас ауданындағы Абай ауылында жаңа нысан бой көтерді. Рухани жаңғыру бағдарламасына орай бабаларға тағзым ретінде Нөкіс баба ескерткішінің ашылу салтанаты өтті. Тарихқа жүгінсек, Нөкіс ерлік пен елдікті, бірлікті ту еткен ел азаматы болған. Дулаттан жаныстың жанбайынан тарайтын Нөкіс елі болып шежіреде тарқатылады. Төле би Ташкент, Түркістан, Тараз, Шымкент қалаларын билеп, 300-дің төбе би атанып тұрған шағында араб елін ислам дінін тарқату үшін екі кісі келеді. Оның бірі Шейх Зин болса, екіншісі Нәкөз болған. Оны кейін жергілікті халық қазақ тілін ыңғайлап Нөкіс деп атап кеткен көрінеді. Бұл оң көзім деген мағынаны білдіреді. Оның аты ел арасында кең тараған соншалық, өйткені бұған дейін Ташкент қаласында жатқан жерінде кесене тұрғызылған. Міне бүгінде баба кіндігінен тараған ұрпақ оңтүстік жерінде Түлкібас ауданында Абай ауылында еңселі ескерткішін ашты. Бұрын есте қалмаған Нөкіс бабаның ұрпақтарының осы еңбегіменен, оның ішінде жаңағы айтып кетті Нұртаев Нұрғали ағамыз бастаған, Қуандық ағамыз бастаған, Батухан ініміз бастаған, осылардың арқасында мінекей үлкен бір кесене көзінің орнын алып отыр. Бұл деген ұрпақтарға деген үлкен құрмет деген сөз. Оларға да келешек ол өздерін біліп, ата-анасына деген, әулетіне деген ұрпақ осындай. Яғни біздің рухани жаңғыру деп елбасымыз бастап кетіп отырса, рухани жаңғырудың бір жаңғырығы осы бүгінгі Нөкіс бабаның кесенесі болып табылады деп ойлаймын. Бостандықтан келді, Қажылкент қаласына Өзбекстаннан. Түркістаннан жағы Шалқаров, Сайлаубек академик келді. Тараздан Қырықбаевтар келді. Төле биден жағы үлкен кісілер келді. Сол кісілердің бәрін біз алысып, содан сол жылдан бастап осы кесене салуды ұйғардық. Осының бәрі жасаған, Байберіп арқасында осы міне кесене салынды. Бұған барлық осы Нөкістен шыққан ұлдар, қыздар барлығы ат салысып жәрдем етті. Енді қазір көресіздер, аржақты іс-шара үлкен ас берейік деп жатырмыз. Сондықтан осының бәрі халықтың арқасы, бірліктің арқасы, жаңағы елбасымыздың егемендік болғаны арқасында осында құдіретке жетіп жатырмыз. Бұл келешек, болашақ ұрпаққа. Игі шараға ақын жазушылар, еңбек ардагерлері мен ауыл тұрғындары қатысты. Нысанның құрылысы ерекше жасалған, 5 бірдей бағаннан тұрады. Ол бабадан тарқайтын ұрпақтың жалғасы. Сондай-ақ шежіреден сыр шертер арнайы тақтайша орнатылған. Ауыл тұрғындары үшін бұл аймақ алдағы уақытта тағзым етер киелі орындарының біріне айналмақ. Мұнда игі бастамалар бөлінуге емес, қайта бірігуге, ата текті білуге үгіттейтіні бәсенеден белгілі. Ескерткіштің ашылу салтанатына орай шараға атсалысқан азаматтарға арнайы медальдар табыс етілді. Алыс жақыннан келген Жанбай баба ұрпақтары мен Нөкіс баба балалары құттықтауларын жеткізді. Бүгінгі бас қосудың жөні бөлек, жосығы ерек. Қасиетті Қаратаудың бауырайында мынау үлкен көкбұлақ, кіші көкбұлақ дейтін мөлдіреген судың қос басында, ол баста Әлдей бастау атанған, одан кейін Шавровка, одан кейін Каганович, одан кейін Абай атанған ауылда табиғат ананың, Алланың бір нұры төгілген жерде үлкен жиын болып жатыр. Мына тәуелсіздік алғалы қазақ халқы, қазақ ұлты өзінің тарихын танып, түбірін, тамырын, тегін танып, тауып, талдап, таразылап жатыр. Соның бір белгісі бүкіл байтағымызда, сүйікті Қазақстанымызда бабалардың ұлы арғы бергі замандардағы билердің, хандардың, батырлардың сүйектері, асыл сүйектері жатқан жерлерге, мекендеген жерлерге осындай тарихи, танымдық ескерткіштер қойылып жатыр, күмбездер қойылып жатыр, кесенелер тұрғызылып жатыр. Соның бәрі жақсылықтың белгісі, тектіліктің, көргенділіктің жеңісі, тәуелсіздіктің жеңісі. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген елбасының еңбегі жарияланған 1 жыл болды. Бүкіл Қазақстан, оның ішінде облыс, Түлкібас ауданын атап өтіп жатыр. Осындай жаңғырулар, жаңарулар, түпті текті іздеу, өзін-өзі тану, одан әрі тереңдеп бара жатыр. Біз соның мағынасын, мазмұнын, бағасын, сапасын терең ұғынуға тиіспіз. Бүгінгі ұрпақтар соны біліп, танып, қауып дегендей келер ұрпаққа жалғастыруға қарыздармыз. Бабамызға үлкен ескерткіш орнатылып жатыр. Бұл мына осы ауылдан шыққан бастамашыларға, басы қасында жүрген үлес қосқан азаматтарға
Алланың разылығы болсын дейміз. Бұл туындыны жасаған, бұл өнер туындысы, тарихи туынды деуге болады. Кешен осы ауылдан шыққан түлек Қазақстанға көптеген елдерге белгілі суретші, мүсінші, бейнелі өнерінің шебері, графика жанрында Қазақстанда көшбасшы болып табылатын Батухан Баймен бауырымыздың туындысы. Сол Батуханның қолтаңбасы, байқап қарасаңыздар, осы кешеннің мазмұнының, мәнінің өзінен көп нәрсені ұғынуға болады. Нөкіс бабаның тарихы, тағдыры туралы жаңа айтылып жатыр. Ол әлі зерттеле береді, тереңделіп ұғыныла береді. Нөкіс бабаның өзі кім болғаны, батыр болғаны, жаугершілікте көзге түскені тарихтан айтылып, жазылып, анықталып, айқындалып жатыр. Нөкіс бабаның ұрпақтары ұлы Төле би бабадан бата алған. Алласын таныған ау құлдарының, жүрген жері Қыдырдың қол дос емес пе? Ештен кеш жақсы деп мінекей Нөкіс бабамыздың аты дүркіреп шыққан күн ай осы емес пе? Бүгін енді үлкен іс-шара болып жатыр. Осында Нөкіс баба кесенесі ашылып жатыр. Мына өзі елбасымыздың өзі сөзінде айтып кеткені бар. Шежіре қазақты бөлшектейтін емес, біріктіретін ұғым деп. Оның үстінде қазіргі кезде бүткіл ел болып, бүткіл ауыл осында қайта рухани жаңғыру жөнінде тіректер іс-шаралар өтіп жатыр. Менің өз түсінігім бойынша рухани жаңғыру деген ауылды көркейту, туған елге сондай тағзым ету, туған елге сондай бір сәлде болса сондай себебіміз сондай көркейтуге, көріктендіруге әрқайсымыз үлесімізді қосу. Мына бүгінгі енді мына Нөкіс бабаның кесенесін осындай кесенесі тұрғыздық. Енді бұның жалпы түсініктемесін айтайын өзі. Кесене неге бұлай болды, неге басқаша болу керек деген әңгіме келген кезде, мысалы осы біз Нөкіс баба Жанбайдан шығамыз. Жанбайдың 5 баласы бар. Әтей, Тіней, Бектас, Құптас және Нөкіс бабаларымыз дейміз. Сол 5 нені неге алдық образға жалпы алғанда. Бұны яқын қарасаңыздар, неге төмен жақта да шарбақта да 5 атаның арқалары қойылған, сонда 5 атаның аттары жазылған. Неден де мынау кесенеде сол 5 атаның жаңағы несін символикалық түрде түсіндіретін несі тұғырлары, оның үстінде Нөкістің өзі сондай Нөкіс бабада 5 атаға бөлінеді. Сол әрі жаңағы Жанбай атамыздың 5 баласы, әрі Нөкіс бабамыздың 5 атасы соған осылар не көрсетілген. Өнеген төбесінде күмбезі негізгі біздің бұрынғы қазақ нелерінде Айша биби болсын, басқа да бұрынғы ескі нелерде біздің қазақтың күмбездері осындай тікбұрышты сәукеле сияқты болып келетін болған. Соны негізге алып осындай нені жасадық. Оның жан-жағында өзінің ар жағында қаядан шыққан, сондай бәрі жалпы адамдарға информациялық көрсететін, Жанбайдан қалай шыққан, Нөкістен кім тараған бәрі көрсетілген, келер ұрпаққа осындай нәрсе жасадық. Игі шарада баба рухына бағышталып Құран оқылды. Ауыл өнерпаздары ән мен биден шашу шашты. Ал енді әншін жырлайдайы, әзілдейді шыңдайдайы, бесіктегі бала тыңдайдайы, өмірге құштар ғұмыр сауы күн батқанша тынбайдайы. Осының өзі бір мысал, адамды еңбек шыңдайдайы. Сән қылып ешкенбек бидайы, үйіне әкеп қурайдайы, қызыңда бір күн кетеді, тұрмайдайы. Сынбайын деген пиялау тасқа да түсі сынбайдай. Мезгілі жеткені құмыра құмға да түсі қирайдай. Әжелер ансамблі қазақтың төл әндерін шырқады. Сондай-ақ Жанбай баба кіндігінен тарайтын Тараз, Шымкент, Ташкент қалаларынан келген спортшылар арасында футбол, волейбол ойындарынан және ұлттық спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылды. Абай ауылында Нөкіс бабамыздың кесенесі ашылып отыр. Нөкіс бабамыздың рухы шат болсын, қалған жастары аман есен дендері соғып жүре берсін. Сол мақсаттағы ойынымыз бірнеше жылдан бері Иният Жамбыл облысындағы біздің футбол федерацияның бастығы арқасында ұйымдастырылған футбол үшінші турниріміз болып отыр.
осы турнирimiz жастар үшін жалғасып отыр. Жастарымыз келешекте бір-бірімен қарым-қатынас, достығы арта берсін. Қазір екі елдің де достығы артып, бұдан да бұдай жалғаса берсін. Келешекте жастарымыз ертеңгі күнге сеніп жасауына, келешекте осы істеп жатқан шараларымыз жастарымызға үлгі бола берсін деймін. Бүгін осы үшінші футболдан Жанбай бабаларының ұрпақтарының арасында үшінші турнир өтіп жатыр. Осы турнир осы біздің ұрпақтың жастарының арасында ынтымақты нығайту, спортқа баулау, сол үшін арналған. Осы ауылдың осы турнирге атсалысқан, осы турнирді ұйымдастырған кісілерге үлкен рахметімізді айтамыз. Біз турнир өте жақсы дәрежеде өтіп жатыр. Турнирге қатысқан 10 команда 2 топқа бөлініп, 5 командадан ойнап жатыр. Бірінші жылыға салыстырғанда биыл қарқыны өте жоғары. Жарыс ойындарынан әсіресе футбол ойыны қыза түсті. 2 күнге созылған додада бірінші орында Тараздық 5 жылдық командасы қанжығасына байласа, екінші мен үшінші орындарды Төле би ауданынан келген Бейнеткеш 1, Бейнеткеш 2 командалары өзара бөлісті. Жаңағы Нөкс руының президенті Нұртаев Нұрғали. Осылайша Нөкс баба ұрпақтары баба рухына тағзым жасап, игі шараны жоғары деңгейде атап өтті. Айта кетерлігі, дәстүрлі жиынды баба ұрпақтары келесі жылы Өзбекстан елінде Бостандық ауданында өткізетін болып келісті. Жоқтаушысы мен іздеушісі бар болса, ешкімде еш нәрседе елдің жадынан шықпайтыны белгілі. Өз елі ерлерін ескермесе, елдегі алсын қайдан кемеңгерді дейді. Міне осылай ұрпағы еліп, ескеріп, еңселі ескеріш тұрғызып, ел жадында жаңғыртып отырса, батыры да, ақыны да жұрттың есінде мәңгі қалмақ. Бұл шара да сол бір ұлы мақсаттың жұрнағы болды.